Былтыр Қазақстанда жиналған қоқыстың тек 24% ғана қайта өңдеуден өткен екен. Бұл шешілген мәселе әлемде, бірақ бізде үлкен проблема. Сіз Астана қаласындағы полигонға барыңыз, есіктен кіре алмайсыз, қоқысты басып жүре алмайсыз. Тағы да мәселе бар бұл жерде. Кім айналысу керек? Кәсіпкер ме, әлде жергілікті билік пе дейді мәселе. Кәсіподақтарға барсаңыз, олар айтады, мемлекеттік қолдау жоқ дейді. Мемлекеттің органдарына жүгінсек, мысалы, біз мемлекет тарапынан қолдау жасап жатырмыз, инвестиция болып жатыр деген сияқты. Ол коммуналдық көтеру керек. Коммуналдық көтеру үшін халықтың табысы көтерілуі керек. Өзі ашығып әрең отырған халықты сіз коммуналды көтерсеңіз не болады? Қандай субсидия керек, мен саған берейін. Бірақ менің бақылауым қатаң болады. Мен кез келген мезетте саған видеокамера қойып қоям. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Мен Сәуле Нұржан, парламентаризм институтының өкілі. Бүгінгі студиямыздың қонақтарын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, экология мәселелері және табиғатты пайдалану комитетінің төрағасы Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы. Екінші қонағымыз Марқатай жауапкершілік шектеулі серіктестігі директоры, Қаз Экопарк жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры Думан Халмет мырза. Қош келдіңіздер. Бүгінгі подкастымыз еліміздегі өзекті экологиялық мәселелердің бірі Қазақстандағы тұрмыстық қалдықтарды басқару тақырыбына арналады. Ресми деректерге сүйене болсақ, былтыр Қазақстанда жиналған қоқыстың тек 24% ғана қайта өңдеуден өткен екен. Бұл ұланғайыр еліміз, жер бар еліміз үшін әрине мақтанарлық көрсеткіш емес. Қоқысты сұрыптау, қайта өңдеу, кәдеге жарату ісі әлі артта қалып отыр. Орта есеппен әрбір қазақстандық жылына 210-215 килограмм тұрмыстық қалдық тастайтынын ескерсек, бұл мәселе шешілмесе экологиялық зардап ауыр болмақ. Бұл жайлы сарапшыларымызда дабыл қағып отыр, көптен бері мәселелер қозғалып жатыр, айтылып жатыр. Яғни осы қоқыс мәселесін қазірден бастап қолға алып шешпесе, артқы зардабы болуы мүмкін деген сарапшылардың ескертпелері бар. Алдымен осы неге тұрмыстық қалдық мәселесі бүгін соншалықты маңызды екен айтып өтсек, тоқталсақ қысқаша. Еділ Терекбайұлы, сөз өзіңізде. Қайырлы күн. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, жылына 4-5 миллионға дейін тұрмыстық қатты қалдықтар түзеледі. Одан басқа бізде өндірістік қалдықтар бар, миллиондаған. Енді сол мына қалдықтан, тұрмыстан шығатын қалдықтардың әлі күнге дейін біз толық соларды сұрыптап немесе қайта пайдалану дейтін деңгей өте төмен. Мысалы, шетелде батыс өңір елдерін немесе мына қасымызда Қытай, Япония, Жапония елдерін қарайтын болсақ, ол жерлерде 100%-ға дейін, тіпті кейбір Норвегияларда 98%-ға дейін сұрыпталады. Немесе Қытайда жаңағы оны жағып, оны энергия алады. Япония немесе Германияларда 60-65%-ға дейін өңделеді. Оларда полигондарға жаңағы көмілетін қалдықтар 2-5%-ға дейін ғана барады. Сондықтан бұл шешілген мәселе әлемде, бірақ бізде үлкен проблема. Енді айтатын болсақ, неге осыған проблема болып тұр бұл мәселе? Бұл жерде енді жаңа айтып отырған инфрақұрылым жетіспеуі, контейнерлердің жаңа сұрыптайтын. Екінші, экономикалық тиімсіз дейді, сол жаңа шикізаттарды алып өңдейтін кәсіпорындарға шикізаттың көлемі аз жетеді. Және ол сұрыптау полигондарға көмуден қымбат болып шығады. Үшінші мәселе, мына қоғамның, тұрғындардың мәдениетінің сұрыптау төмендігі. Төртінші мәселе, осы мәселеде бақылау немесе қатаң шаралар алу, жаңа қоқысты бүлдірген азаматтарға немесе заң тұлғаларға өте әлсіз. Міне осындай жүйелік проблемалар бар. Бұдан басқа енді кейбір біздің ережелер мен норматив құқықтық актілер оларды жетілдіруге қажет етеді. Сондықтан жалпы қорыта айтқан кезде әлемде технология бар, жетілген технологиялар бар, оның неше түрлі жолдары бар. Бірақ бізге келген уақытта оларды трансферт жасау немесе ендіру өте кенже қалып қойып жатыр. Ол жаңа айтып отырған проблемаларға қатысты. Сондықтан
біздер енді қазір мемлекет басшысының талабы, жалпы жаңа болып жатқан таза Қазақстан акциясы, біздің қабылданған экологиялық кодекс талаптары осы тұрмыстық қатты қалдықтарды өзімізде қабылданған стратегияға қатысты 2030 жылға дейін біз 40%-ға дейін оны өңдеуіміз керек, сұрыптауымыз керек. 2050 жылға дейін біз 50%-ға дейін соны жеткізуіміз керек. Бірақ қазіргі жаңа өзіңіз цифрды айтып өттіңіз, 24% деп, кейбір ақпараттарға қарасақ 3-5%-ға дейін ғана сұрыпталады екен. Сондықтан бұл мәселе қазір өзекті болып отыр, өйткені бұл тұрмыстық қатты қалдықтар жер асты суларын бүлдіреді. Бұл тұрмыстық қалдықтар орналасқан полигондарда жағымсыз иіс шығып, және қоршаған ортаға парниктік газдар шығады, әртүрлі зиянды газдар шығады. Тіпті өткендегі Алматыда болған өртті білесіздер, 7 күн зорға деген сөндірді. Полигондар жанып, олардан шығатын әртүрлі улы газдар тіпті онкологиялық ауруларға да әкеледі. Сондықтан бұның қоршаған ортаға, адам денсаулығына тиетін зияны өте үлкен. Сіздің ой пікіріңізді білсек, жалпы осы мәселеге қатысты. Бұл мәселеде жаңа Еділ мырза бәрін айтып кетті. Енді мемлекеттік тұрғыдан, енді жалпы кәсіпкер тұрғыдан алып айтқанда, мен өзім енді жалпы бұл қоқыс саласымен айналысқанда менікі тек бір түрін ғана. Соның ішінде мынау стриж пленка дейді. Мынау аэропортта багаждарды орайсыздар ғой. Соны алып келесіздер де үйлеріңізге тастайсыз қалдық қылып. Мен сол тақырыбында негізінен сонымен айналысам. Өзімнің негізгі біздің жұмысымыз негізінен мынау скотч өндірісі. Әртүрлі скотчтарды өндіреміз. Осы Астана қаласында, Алматы қаласында, Қарағанды қалаларында бізде өндіріс. Енді өндірісімізді мынау Түркістан қаласынан бастап жатырмыз. Ол жерге де аманшылық болса, ноябрьдің 1-інде жаңа өндірісіміз басталады. Бірақ соның ішінде біздің бір саламыз осы қайта өңдеу саласы. Стриж пленка дейміз ғой, орам пленкалар. Осы орам пленкалар Астанада көбінде далада қалады. Осыларды неге жинап өзіміз өңдемеске? Өйткені бұл орам пленкасының екі түрі болады. Бірі адам тамаққа істететін орам пленка. Екіншісі өндіріске істетілетін. Біздің бағытымыз өндіріске істетілетін бағыт. Осы бағытпен менің айналысқаныма да міне табаны күректей 10 жыл болды осы бағытпен. Бірақ мемлекеттен әлі күнге шейін бір тиын қолдау алмай отырмыз. Бұл жерде қоқыстардың көбеюіне, мысалы полигондарға мен бардым. Астана қаласында, енді Астана еліміздің центрі, экономикалық орталығы да, саяси орталығы да Астана болады. Сіз Астана қаласындағы полигонға барыңыз, есіктен кіре алмайсыз, қоқысты басып жүре алмайсыз. Оның бәрі миша былығып жатқан сасық құсқыңыз келетін бір орталық. Полигонның адамдарымен де сөйлестім. Мемлекеттен ешқандай оларға да қолдау беріліп отырған жоқ. Мәселе қайда жатыр? Мәселе қолдауда жатыр. Мемлекеттік қолдауда. Мәселе мемлекеттік қолдауда жасыл даму болды. Бұрын жарайды, біз көне Қазақстанда біз роптан көрдік. Назарбаевтың қызынан көрген шығармыз. Ал қазір сол жасыл дамудың өзі де мынау бюрократияның әбден белшесінен батқан. Мысалы, менің өзім үшін қабылдайтын адамға 500 теңгеден, 50 теңгеден килограммына береді қабылдаушыға. Ал мен өндірушіге 5 теңге береді. Қабылдаушы не істейді? Мысалы, маркеттерден, супермаркеттерден, Магнум болсын, Смол болсын, соларға бір прессін қояды да, солардан шыққан жаңағы оралған пленкаларды әкеледі, пресске басады, олар апарып бізге жеткізеді. Біз оның ішіндегі қағазын аламыз, оның ішіндегі скотчтарын аламыз, біз оны жуамыз, оны ерітеміз балқытып, оны қайтадан біз созамыз, сол арқылы қайта товарға айландырамыз. Ал біздің алатынымыз 5 теңге. Мен осы мәселені көтергеніме міне табаны күректей 5 жыл болды. Бірақ ескерген бір билік басындағы адамдар. Маған жасыл даму анда-санда депутаттарды жібереді. Сенаторлар да барды маған, әкімшіліктен де барды. Мен қазір оларды қабылдамайтын болдым. Алдыңғы кезекте маған айтқанда айттым, маған депутатымды көрсетпей ақ қой дедім. Сөзің шыны керек. Олар жұмысты шешпесе бізге қандай қажеті бар? Сондықтан мен осы салаға айналысып отырған адам болғандықтан менің айтатыным, бұл мемлекеттік бюрократияны қысқарту керек. Бұл сала деген басқа саламен ұқсамайды. Бұл сала ерекше сала. Ол адамның тікелей денсаулығына, адамның ішіп отырған суына, жүріп жүрген сіздің тазалығыңызға бәріне қатысты сала. Сондықтан бұл салаға ерекше қолдау керек деп ойлаймын. Әрине, кәсіпкер болғаннан кейін кәсіпкер пайда табуды мақсат етеді, бірақ кәсіптің әр түрі бар. Бұл сол кәсіптердің ішіндегі ең жаман. Мысалы, шетелдіктерді қарасаңыз да, Қытайдан қарасаңыз да, бұл жағында қолдау өте күшті. Ал бізде
міне күні бүгінге шейін мен қолдау ала алмай отырмын. Сондықтан бұл салаға кірісетін бизнесмендер, кәсіпкерлер жоқтың қасы. Бармайды да. Не үшін бару керек? Оның өзінің тәртібі болу керек. Оның өзіне пайдасы болу керек келтіретін. Оның еңбегін төлейтін құндылық болу керек. Бұлардың бәрі қазір бізде көрініп отырған жоқ. Сондықтан біз жаңа сіздер айтып отырсыздар, өте аз екен осы саламен айналысатын адамдар. Әрине аз. Бұл салаға баратындар жоқтың қасы. Сол үшін не істеу керек? Мемлекет бұл жағында үлкен қолдау беру керек. Жақсы, Думан Мырза, сөзіңіз аузыңызда. Жаңа өзіңіздің мынау кәсіпорныңыздың айналысатын мәселесі бойынша айтып жатырсыз. Салафан. Қазір мысалы бізде қоғамда дүкенге барсаңыз, кез келген тамақ азық түлікті біз салафанға аламыз. Ол салафанды сол салафанмен біз бүкіл жаңағы сұйығы бар, қатты қоқысы бар, бәрін бірігіп жаңа салафанға қоқысқа салып жатамыз. Бұл жерде мысалы ол салафанды сіздер қайтадан алып қайтадан өндіреміз дейсіз. Бұл жерде қандай бір жүйесі бар ма? Менің өзімнің өндіріп отырған жаңағы орам пленкаларын деп отырмыз ғой. Сол орам пленкаларында оның егер Россиядан шығады, оның сырьелары Қытайдан келеді, Кореядан келеді, Ираннан келеді. Таза сырье. Таза сырье бұл жерге 650-700 бен келеді. Килограмм таза сырьенің. Енді оны жасап шығарғаннан кейін кемінде килограммын 1000 теңгеден сатасыз. Ал енді біздікі қайтадан өңделгенді. Осыны мысалы жаңағы преске басатындар бізге 50 теңге, 150 теңгеге бізге жеткізеді, 150-200 теңгеге. Біз оны жуамыз, қазалаймыз, жаңағы немнеге айландырғаннан кейін біз 600 теңгеден сатамыз килограммын. Бұл жерде біз кімдерге сатамыз? Бұл базардағы саудагерлерге сатамыз. Олар коробкамен мысалы прәндіктерін не дерін болса коробкаға салады да бір жерге жіберу үшін, оның ары бері шайқалып төгіліп қалмау үшін соны біздің пленкамыз. Бұл жерде 400 теңге разница тұр килограммнан. Сіз ойлаңыз, біз қоқысты тазалағанмен бірге біз базардың бағасын түсіруге мүмкіндік беріп отырмыз. Біздей кәсіпорындарды меніңше мемлекет үлкен қолдау беру керек. Мен осы жолы мен мынау депутаттар келгенде, сенаторлар келді бізге, мен айтқам, біз мысалы мен бүгін тазалаған жаңағы стриж пленкам бүгін тазасы келді. Таза келген кезде ол жарайды, бір рет налог төленеді мемлекеттен, дұрыс қой. Оған налог төлейді сырье келген кезде. Ал сырьені бірінші рет таза сырьені сатқан кезде мен өзім тазаны да шығарамын. Тазаны сатқан кезде бірінші рет НДС төледім. Дұрыс қой. Енді сол сырье қайталанып маған келді. Дұрыс қой, пленка болды маған келді. Мен қайта ерітем, қайта сатам. Ол маған 10 рет келуі мүмкін. Одан да көп рет келуі мүмкін. Мен әр ретінде оған НДС төлеймін. Бұл қайталану деген бұл масқара нәрсе. Бір товарға қайта НДС төлеу. Сондықтан мен айтқам, фармацевт емес, олардың НДСін азайтқанша, біз сияқты өңдеушілердің НДСін азайтыңыздар. Сонда ғана адамдардың мүмкіншілігі болады. Сол салаға кіруге адамдар тырысады. Солай емес пе менің ойымша? Бұл жерде екі мәселе ғой. Бірінші жаңа айтып отқан тарифке қатысты мәселе, жалпы жаңа экономикалық жағынан. Екінші субсидия мәселесі ғой. Мысалы жаңағы қазіргі қоқыстарды өңдейтін комбинат болсын, немесе оны жағатын завод болсын, егерде оның тарифін дұрыстап қоймаса, онда ертең ол бизнес пайдаға аспайды. Екінші мәселе жаңа айтып отырған, өңдейтін болсын, жаңа айтып отырған утилизация жасайтын болсын, мекемелерге субсидия мемлекет беретін болса, оның бір шығынын жабатын, бөлігін жабатын болса, онда оған тиімді болады да оны жұмыс жасайды. Сондықтан бұл жердегі мәселе жаңа айтып отырған мына қалдықтармен оны басқаруды реттейтін мына жүйені біз дұрыстау керек. Басынан бастап оның аяғына дейін қандай біз технологиялар қолданамыз. Жаңа айтып отырған мына дәкең бір ғана бағытын айтып отыр ғой. Бізде мысалы оның морфологиясы әртүрлі. Астананың шіріп жатқаны, біз ол полигонда болдық, барып аралап, сол жерде арнайы бір үлкен жиналысты өткізгенбіз. Неге осындай мәселе болып жатыр? Оның 45% тамақ. Астанадан шығатын қоқыстың 45% тамақ, 45-46%. Яғни оны бөлек жинау керек. Ол ана жерде ми болып, жаңа айтып отырған басқа қағазбен, резинкамен, пластикпен, темірмен араласпау керек та. Осы мәселені бір қарайын деп мен Норвегияда Дреммен деген қалада арнайы бардым. Сонда тағы да мәселе бар бұл жерде. Кім айналысу керек? Кәсіпкер ме, әлде жергілікті билік пе дейтін мәселе. Оларда муниципалдық жаңағы комбинат екен, жергілікті өздерін басқару ғой. Солар айналысады өздері.
бұл жердегі мәселе ең ключевой екі мәселе бар. Біріншісі, олар тарифті өте жоғары қойған. Адам басына шаққанда болу керек, жылына 400 евро ма сондай төлейді. Екінші, бұл жерде сұрыпталу үйдің қасынан өтеді. Үйден басталады. Бұлар оған 30 жылда жеткен екен. Мен сұрадым, қанша уақытта жеттіңіз ол сұрыптауға? 30 жыл біз бала ақшамен мектеппен айналыстық дейді. Бала ата-анасын айтып отырады. Бізде айтып отыр, ана тамақты басқа жаңағы неде қоқыстардың бәрін бөлек жинауымыз керек деп. Ата-анасына ескерту жасайды екен. Енді тамақ оларда бөлек жиналады. Сосын қалған заттар бөлек жиналады. Біз комбинаттың ішіне бардық, еш жоқ. Тап-таза. Барлық жерге контейнерді қойып қойған, гипс картон бөлек, темір бөлек, шыны бөлек, пластик бөлек, ағаш бөлек, бәрін бөлек-бөлек жинайды. Ол жерге тамақты кіргізбейді. Тамақты олар не биогаз жасайды, не компост жасап, жаңағы удобрение жасайды. Ол енді жаңа айтып отырған сұрыптау технологиясына байланысты. Енді екінші кейс бұл Қытай. Ол Чанша деген қалада мен болдым, әдейі барып қарадым, осы жақында, жазда. Ол жерде 11 миллион халық тұрады. Күніне жаңағы завод, мусор жағатын завод, энергия алады 220 мегаватт, 10 мың тонна қалдық жағады екен. Қалдықтың 9 мың тоннасы тұрмыстық қатты қалдықтар, 1 мың тоннасы мына лас суды тазалайтын біздің кәріздік ғимараттар бар, содан шығатын ил дейді, жаңағы лайды кептіріп соны жағады бірге. Олар оны сұрыптамайды да, оны жаңағы уатпайды да, алып барады да, сол не келді, соны 30 машина, 300 машина күніне 30 тонна әрқайсысы көтеретін әкеліп бункерге лақтырады. Сол жерден мына 1000 градустың ішіне жағып электр энергиясын алып отыр. Сосын жаңағы ил, мусордан шығатын лас су бар ғой, оны олар тазалайды да, сол суды өзі өзінің қазандығына пайдаланып, қаралып отыр да, буды алады да, турбинаға жібереді, турбина сосын айналады да, электр энергиясын береді. Ол жерде шыққан газды жаңағы жаққаннан кейін толықтай тазалап отыр. Шыққан күлді кирпич шығарады. Ең соңында шаң қалады екен 2%. Оны қазір олар қатты түрмеге айналдырып көмеді, ол зиянсыз. Бірақ кеше біз барғанда көрсетті, бір компания келді дейді, осы шаңды да бізге беріңдер, біз бұдан жылу изоляция материалын шығарамыз деп отыр. Енді бұл жерде мемлекет үлкен қолдау көрсетіп отыр. Дәкең айтқандай, мемлекет үлкен қолдау көрсетіп отыр, сондай талаптарды қойып отыр. Яғни қазір Қытайда мусорды бұлар импорттай жатыр. Себебі мусор бітіп қалды. Бұларда 600 мусор жағатын станция бар, бәрі тоғыз жылу шығарып отыр. Қарасаңыз, айналасының бәрі тап-таза, ешқандай иіс жоқ. Бұрынғы ескі полигондардың қасына қондырған, Чанчада. Сол жердегі жаңа шығатын свалочный газды алады, сол жерде шығатын лас суды алады, үстін пленкамен жауып тастаған, айналаның бәрін ағаш егіп тастаған, үлкен бір парк сияқты. Заводтың сыртынан қарасаң, түтін шықпайды. Бір жаңағы дәрі шығаратын фармацевтикалық комбинат сияқты. Біліп отырсың, бұның бірнеше бағыттары бар. Үшінші бағыты мысалы жаңағы жағудан, сұрыптаудан басқа, мысалы биогаз шығарады органикасынан. Төртінші бағыты соның ішіндегі пайдаға салатын затты қайттан пайдаланады. Бесінші жаңа бір бағыты бар, ол жаңа органикадан удобрение шығарады. Міне осы қайсы бізге ыңғайлы, қайсы біздің қай өңірге жарайды, қай қалаға, қай ауданға жарайды, біз соны пайдалануымыз керек, неше түрін. Енді Қазақстанның бір несі қиындығы, біз территориямыз үлкен, инфрақұрылым дамымаған, ауылдарымыз алыс. Ал бір мысалы Маңғыстау ауданының бір кейбір совхоздары аудан орталығынан 120-150 километр жерде. Оны алып келіп өңдеу деген ол үлкен мәселе ол жерде ондай қалдықтар жоқ қой. Иә, ондай қалдықтар жоқ болғанмен қазір жоқ, адамдардың тұтынуы бар ғой. Олар жерді қазады, алады да бүкіл қоқыстың бәрін соған лақтырады. Сосын көміп тастайды. Тағы бір шұңқырды қазады. Ол жердің астын бәрін бүлдіріп жатыр ғой. Жаңа айтып отырған. Сондай жерлерде мүмкін бәрін жинақтап алып келіп аудан орталығында сұрыптап немесе жаңағындай бір утилизация жасайтын болса, жаңағындай субсидия керек болады. Жаңағы тасымал үшін да. Себебі ол кәсіпкерге ыңғайсыз болуы мүмкін. Немесе егер де ол коммуналдық мекеме болатын болса, онда заңды өзгертуіміз керек. Бізде заңда қазір бұның бәрін бәсекелік ортаға беріп жіберді. Мемлекет айналыса алмай қалды. Осындай көптеген проблемалар бар да жүйелік. Соның бәрін жаңағы қазір сол мәселен біздер айналысып жатырмыз. Экологиялық кодекс келді. Осы кәріз сулармен мына тұрмыстық қатты қалдықтарды бір қалай жүйелейміз дейтін мәселені осы экология министрлігімен
жаңа жүйелі түрде айналысып жаңа проблемалардың бәрін шешуіміз керек. Кезінде doing бизнес деп бүкіл мемлекеттің айналысатын шаруалардың бәрін беріп жіберді бәсеке ортаға. Бірақ жаңа ағамыз айтқандай, осы мына Рәкең айтқандай, бірде-бір дұрыс компания шыққан жоқ осының бәрін реттейтін. Біліп отырсыз ба? Осы 10 шақты жылдың ішінде. Ешкім айта алмайды, осындай бір мықты коммуналдық мекеме шықты, осы қатты тұрмыстық қалдықтардың бәрін сұрыптап, полигонды дұрыстап, немесе утилизация жасап, кәдімгі көрсететін образцовый ондай компания жоқ қазір. Себебі ол тиімсіз. Тариф төмен, субсидия жоқ. Сосын жаңа кейде тендер болады, ол ала ма алмай ма тоже белгісіз. Сонымен ешкім оған қарсы салғысы келмейді. Бұл жерде жаңа сіз айтып отырсыз ғой, шетелдегі. Мен осы жақында Америкаға барып келдім. Енді мен осы мәселеге де назар аудардым. Жаңа сіздің айтқаныңыз дұрыс, сұрыптау әртүрлі сұрыптау. Америкада мысалы жеке үйлері болса, оларға өздерінің светі мен контейнерлері берілген. Сіз мына светке пластиковый контейнерлер саласыз, мынаған тұрмыстық қалдық тамақтарды саласыз, мынаған және электро қалдықтарды саласыз. Әрбір контейнер бар, жоқ бізде бар болғанмен бізде жоқ, бізде тұрады. Сол үш ақ түрге бөлейік дейік біз. Пластиковый, картон, тұрмыстық қалдық, неде болсын, электроника болсын деп төртеуге бөлейік. Енді соны бұлар не істейді, көрдіңіз бе? Әр аптаның әр күні әр қайсысын алып кететін, бөлік алып кетеді. Бүгін картонды алып кетеді. Понедельник күні. Ертең сейсенбі күні олар барып жаңағы пластиковыйларды алып кетеді. Бұл жерде кім істеп отыр? Оны әрбір жеке жаңағы кәсіпкерлер істеп отыр. Кәсіпкерлерге сондай қолайлылық тудырып берген. Бізде мысалы, бізде солай істеуімізге болады. Қазақ халқының меніңше бұл несі деңгейі өте жоғары. Мысалы біз жолда ремень таққанды заңға кіргіздік, ремень тағасың деді, ертеңінде бүкіл қазақ ремень тағады. Егер біз жаңағы камера жолда бүкіл камераны жолға салып отырмыз ғой, біз бүкіл камераны штраф, Қазақстан штрафстан болып отырмыз. Штрафтың, мынау айыппұлдың негізгі мақсаты адамды тәрбиелеу, бюджетті толтыру емес қой. Адамды заңға бағынуға тәрбиелеу. Ал ендеше біз мына водительдерді, машиналарды әзір қанша айыппұлмен соларды тәрбиелеп жатырмыз, керісінше бізде штрафстан болдық та бюджетті толтырып жатырмыз. Енді осы мәселені біз не үшін осы мусор қалдық саласын істетуге болмайды? Осы саланы біз әрбір мысалы елді мекендер, әрбір мысалы мынау ЖК-лар бар ғой, солардың қоқыс салатын жерінде біз әдемілеп отырып контейнерлерді қоюымыз керек. Ал ол контейнерлер біздің күндегі апарып төге салатын емес, әрқайсысы өзінің пакетімен тұру керек. Біреуі қара пакетімен, сол пакеттің аузын жауып жинап алып кететін адам болу керек. Соларға сондай жағдай жасап беру керек мемлекет. Сонда ғана адамдарды да бақылауға алу керек. Жаңағы сіз тастадыңыз ба, бөліп тастадыңыз ба, бөлмей тастадыңыз ба? Жаңағы контролға алса, меніңше бұл нәрсені жолға қоюға қазақтар тез үйреніп кетеді. Біздің қарап отырсаңыз, бізде мысалы елімізде мынандай уәж бар, еліміздегі халықтың, қоғамның экологиялық мәдениеті жоқ дейді. Мысалы жаңа бізде сұрыптауға салар кезде араластырып бәрін бір пакетке саламыз да лақтыра салады халық. Экологиялық мәдениет жоқ деп. Ал кәсіподақтарға барсаңыз, олар айтады, мемлекеттік қолдау жоқ дейді. Мемлекеттің органдарына жүгінсек, мысалы, біз мемлекет тарапынан қолдау жасап жатырмыз, инвестиция болып жатыр деген сияқты. Осы үш түрлі мысалы жағдай туындап тұр. Мысалы, халықта экологиялық мәдениет жоқ, кәсіпорындарда қолдау жоқ дейді. Мемлекет тарапынан қолдау бар, жасалып жатыр. Мысалы, 100-ге жуық полигон салынады деген жоспарда бар, мысалы, мысалы қазір сол жаңалықтарда естісеңіз. Бұл жерден де сонда жалпы нақты бір өзіңіздің ұсынысыңызды бере аласыз? Сөзіңіз аузыңызда, енді мен айтар едім. Халықта мәдениет жоқ дегенге мен келіспеймін. Қазақ халқы бұрыннан мәдениет қалыптастырған ата бабамыздан. Суға дәрет сындырма, күлге бүйтпе, ананы өйтпе деген қазақта жаман болады деген мәдениет бар. Бұның бәрі ырым тиім, бұның бәрі қазақта бар, жоқ емес. Мәселе біз соны қалай істете аламыз, қалай пайдаланып отырмыз. Біз сондай жасауға жағдай жасадық ба? Біздің алдымен өзімізден, мемлекеттің өзі осы жағдайын жасау керек. Жаңағы
кәсіпкерлер неге полигонға бармайды, неге кәсіпкерлер қайта өңдеумен айналыспайды? Соларға жағдай жасау, жаңағы кім Еділ мырзаның айтқаны сияқты, олардың өзінің пайдасы болу керек, мемлекеттің соған беретін субсидиясы да болу керек, істегеніне қарай. Сонда ғана қызығушылық көп болады. Қызығушылық көп болса, ертең жаңағы мен стриж пленканы жинаймын деп отырмын ғой. Егер менікін арнайы сол жаңағы бутылкалармен бірге жиналатын болып, жаңағы тамаққа бармайтын болса, мен де ананы қабылдап алуға мен де ниеттімін. Өйткені ол жерде таза дүниелер. Дұрыс қой. Сондықтан әрқайсысын реттеуді меніңше балабақшадан бастау әрине көп жыл алатын шығар. Ақыр біз штрафтан қасқырдың аузы жесе де ған, жемесе де ған дейді. Бәрібір бюджетті де толтырып жатырмыз ғой. Меніңше біз сол қоқысты контролға алудан бастауымыз керек. Әрбір семья өзі сол контролға алып, әрқайсысын бастау. Меніңше сонда ең жеңіл шара деп ойлаймын. Ал 30 жыл, 40 жылдың қажеті жоқ. Жоқ, ол жерде жаңа айтып кеттім мен басында. 4 негізгі мәселелер, соның ішіне кіреді ғой, жаңа проблема инфрақұрылымды деген. Инфрақұрылымдың ішіне ол басынан бастап тұнау аяғына дейінгі тізбек дұрыс болу керек. Тек қана контейнерді қойып қоймау керек. Ол ғана бір мәселе. Ол контейнер келіп алатын көлігіңде сенің соған бейімді болу керек. Мысалы, жаңа кеше айтып отырдық Норвегияда. Тамақты бөлек алып кетеді. Қалған заттарды бөлек алып кетеді. Сосын халықтың өзі де келіп комбинатқа затты әкеліп жатқан мен көрдім. Кірет ашық, себебі ақшасын төлеп қойды. Келеді өзі жаңағы заттарды тастап кейін қарай кетіп қалады. Тіпті ол жерде қайтадан пайдаланатын заттарды қойып қойған. Сіз ол жерде әншейін аласыз. Кітап тұр, мебель тұр, ыдыс-аяқ тұр, жаңағы бытовой техника, тұрмыстық техникалар тұр. Жұмыс жасайды, бірақ өзінің қожайына керек емес. Ол әкеліп береді, ол жерде келесінде өзіңе керек ыдыс-аяғыңды, кітабыңды, басқа техникаларын алып кетесің. Сондай да дүние жасап қойған. Яғни қайта пайдалану, оны ақтырып, қоқысты толтырып қажет жоқ полигонды. Сосын енді алып кетті ма, тасымалдайтын кім? Сосын оны алып барғаннан кейін аяғында оны қалай? Оны сұрыптаймыз ба, әлде оны жағамыз ба? Дейтін мәселе тағы бар. Сондықтан бұл мәселені кешенді шешу керек. Тек қана адамдардың экологиялық сана-сезімін жоғарылатамыз деп, ол бір мәселе үйден сұрыптап шығару. Екінші оны тасымалдау, үшінші оны алып барып, не оны біз утилизация жасауымыз керек, не оны біз сортировка жасауымыз керек, не оны сортировка айтқан жаңа екінші шикізатты пайдалануымыз керек. Осының бәрі бір комплекс шешілу керек ол. Тек қана біреуін шешіп, қалған шешемізден ол келіспейді. Сосын оның жаңа экономикалық вопростар. Қай жерде бір субсидиялаймыз, қай жерде біз оны жаңа жеңілдіктер жасаймыз, қай жерде мүмкін жаңа пайыз төмен технологиялар алып келу үшін ақша береміз. Ол экономикалық жағында бәрін қарауымыз керек. Оны шешпей, тек қана бір ғана жаңа тізбегін шешетін болсақ, ол мәселе шешілмейді. Біліп отырсыз ба? Сондықтан ол кешенді іске асу керек. Және оған қажетті нормативті құқықты документтерді билік жасау керек. Парламент өзінің жағын жасап беру керек. Жаңағы ережелер мен бұйрықтарын соған қатысты. СЭС бар ма, экология министрлігі бар ма, олар да жасап беру керек. Сонда оның бәрі осы бір үлкен комплекс жасап шығаратын болса, шетелдегідей, онда жаңағы мәселенің бәрін түгел шешуге болады. Біліп отырсыз, соның бәрін бір жинақтап, бір мына айтады, бір картинаны бір дұрыстауымыз керек та. Жүйені дұрыстауымыз керек. Иә, жүйелендіру. Құқықтық жағынан да, технология жағынан да, және экономика жағынан да барлығын біз дұрыстап берсек қана ол іске асады. Себебі ана басқа елдерде іске асып жатқан бәрі соны жасап қойған. Мысалы, Японияда 15 сұрыптау түрі бар, сұрыпталады екен, 15 сат. Германияда 5-тен 7-ге дейін сұрыптайды. Біліп отырсыз ба? Біз 3-4-еуін айтып отырмыз ғой. Олардың сұрыптауды өте терең жасайды. Бізде қазір елімізде парламент қабырғасында осы экология мәселелеріне қатысты осы заң жобасы қарастырылып жатыр. Иә. Осы тақырып қамтиды ма? Қамтиды. Себебі осы тақырып, одан басқа бізде заңнан басқа комитеттің кеңейтілген тақырыпты отырыс өтеді, дөңгелектер отырыстар өтеді. Ол жерде осы негізгі актуалды мәселелерді біз талқылаймыз. Соның бір жаңа кәріз суды тазалау, соны қойып қойдық. Екінші мына біздің қазіргі жаңа айтып отырған жасыл дамудың утилизбордан жиналған қаржыны қалай жұмсау керек дейтін мәселені де қойып отырмыз. Өткенде мына тұрмыстық қатты қалдықтар жөнінде де үлкен мәселе болды. Бірақ ол жерде мына waste to energy деп айтып отыр ғой, жаңағы қатты тұрмыстық қалдықтарды энергия утилизация жасау. Қазір Алматының сол тұрмыстық қатты қалдықтарын утилизация жөнінде Қытайдың бір компаниясымен келісімге отырды.
бірақ оның ережелерінде де бір жетілмейтін жақтары бар. Қазір оны ережеден тыс аукционнан берді үкімет, бірақ негізі ол аукционмен берілу керек. Сол аукционның ережелерінде кішкене жетіспейтін жақтары бар. Соны қазір біз экология министрлігіне айттық, реттеу керек деп. Бізде әр өңірге сондай бір станцияны салса, көптеген мына қоқыс мәселе шешіп тастауға болады. Ол шешілген мәселе. Қытайда ақшада береміз, технологияны береміз, оқытамыз, үйретеміз деп отыр. Әдейі барып келдім ғой. Сол 600 станцияның 400-ін салған компанияға бардық біздер. Бізге инвестиция құйған ба? Иә, олар инвестицияны береміз дейді. Адамдарымызды үйретеміз, технология келеміз, өздерің жұмыс істеңдер, өздерің басқарыңдар деп отыр. Олар қазір өздерінің бәрін жасап тастаған. Енді ол арға жұмыс жасау керек қой. Олар басқа рынокты іздеп жатыр. Қырғызға салайын деп жатыр, мысалы. Соларды пайдаланып, қазір мысалы біздің 20 облыстың әрқайсысын салып тастайтын болса, жаңа айтып отырған көрсеткішті біз 40% одан да көп қыла аламыз. Себебі айтып отырмын, сұрыптау ол үлкен, олардан сұрадым мен қытайлардан, сендер неге сұрыптамайсыңдар, не ол тиімсіз дейді. Себебі кейбір жаңа морфологиясының ішінде, мысалы металды 90-95% нетеуге болады, қайта өңдеуге болады. Пластикті бар болған 30-40%-ға дейді өңдей аласыз. Сол сияқты әр жаңағы құрамындағы заттардың бәрін 100% өңдеу мүмкін емес. Ол шығынды көбейтеді. Сондықтан қытайлар алады да оны жаңа алады да бәрін жағылады. Өртейді. Бірақ таза, кәдімгі үлкен экологиялық стандарттарға талапқа сай сондай заводтарды салған. Бір ақпаратта бар еді, қоқысты өртегеннен гөрі жаңағы сұрыптау өте тиімдірек дейді. Бізде бірақ мемлекетте осы бірнеше қоқысты өртеу зауыты ашайын деп жатыр дейді. Бірақ та сарапшылар айтады, ол өртеу зауытын ашқанша оның жаңа парниктік газы бар, экологияға зияны бар. Одан да жаңағы роп деп сіз айтып жатырсыз ғой, соның тиімділігін қолдау көрсетіп, қосымша құл салығынан төмендетіп, немесе тіптен алып тастап, жұмыс істеген тиімдірек болады. Әйтпесе қоқыс өртегіш зауыттың салып қажет емес дейді. Одан да жаңағы осы кәсіпорындарға жаңағы қосымша құн салығын алып тастап, ол да мемлекеттік тарапынан қолдау көрсетіп, сұрыптауға көмектесе, біздің экономикамызға да жаңағы қалдықтарды қайта өңдеуге де тиімді тұстары көп. Енді әрине сұрыптау ол жақсы нәрсе. Қайта пайдалану егер мүмкіншілік болып жатса. Мәселе сұрыптау үшін алдымен жаңағы айтып отырған бірінші, ол семьядан, үйден шыққаннан жаңағы жиналған қышық сұрыптау өзі стандартқа түсуі керек. Айтып отырған. Егер осылар стандартқа түсетін болса, осы салаға айналысатын кәсіпкерлер де көбейеді. Ал кәсіпкерлерге жаңағындай қолдау болатын болса, әрине ол нұр үстіне нұр болады. Бірақ қазір біздің Қазақстанның жалпы жағдайы бәрін бір-бірін айтып көже қылып жүрген. Мұсырымыздың бәрі сөздің шынын айтқанда, жаңағы сұрыптау орталығына апарсаңыз да іліп алар нәрсе жоқ ол жерден. Сондықтан бұның бәрі бізде дегендегі жаңағы жинаудан басталуы керек. Жаңағы жинауда жаңағы тәртіп бойынша болса, соны өзі, мысалы, әркім соған керекті деген нәрсесін өзі қалып кетереді. Бірақ бізде әзір ол жоқ. Бізде бәрі полигон. Оның үстіне, мысалы, Қытайдың жаңағы айтып отырсыз ғой, не деген Жаңжаган деген қаласы бар. Егер сол қалаға бүкіл қала сол жаңағы қатты қоқысты жинау оборудованиелерін жасайды. Бүкіл қала. Бірнеше қала бар ондайдан Қытайда. Ал енді олардың Қазақстанға жеткізілуі тіпті де қиын. Оның қанша доставкасымен ол өзі объем алатын дүниедер. Мысалы, Қазақстан негізінен осы сұрыптауға қажетті қандай нәрселер бар? Мысалы, фотолкалар бар, жаңағы ұсақ-түйек нәрселердің өзі ауыр салмағына қарай желмен сұрыптап беретін станоктары бар. Міне осындайларды біз өзіміз, неге бізде сварщиктер бар, бізде бәрі де бізде бар. Соның бәрін өзімізде қою керек. Менің ойымша, өңдеу аппараттарын біз, жаңағы станоктарын, өңдеудің оборудованиелерін біз барынша жеңілдетуге мемлекет. Сол жағына егер қаржылай, жаңағы машина заводын салғаннан гөрі, жарайды, оны әкеп құрай саламыз ғой, одан да гөрі мына объемы биік осы сұрыптауға керекті оборудованиелерді Қазақстанда егер құрағанда мүмкін ертең қоюшылар көбейетін, әрбір облысқа жасауға болады. Ол тиімділігі меніңше ол әлдеқайда жақсы болады деп ойлаймын. Мен айтайын дегенім, сұрыптау көп уақыт алады.
іске асыру процесі. Себебі жаңағы айтып отырмыз, қазақ мәдениет дегенмен де ол жаңа айтып отырғандай бір күнде бәрін сұрыптап үйінде жинамайды. Оны енді ауылда да көріп жүр, қалада да көріп жүр. Ол мойындау керек. Мәдениеті жоғары азаматтар да бар, бірақ соған тіпті басын ауыртпайтын отбасылар да бар. Сосын енді бұның бәрі шынында да ол әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр ғой. Сол тәртібі мықты деген немістердің өзі оған бірнеше ондаған жылдан кейін келді. Яғни сұрыптау жақсы, себебі айналымға қайттан түседі. Жаңа біздің шикізат, яғни біз қоршаған ортадан алатын дүниелерді азайтамыз, бірақ ол үлкен уақыт қажет етеді. Себебі біз халықты оған дайындауымыз керек, инфрақұрылым дайындауымыз керек, жаңа айтып отқан экономикалық оған көмек жасауымыз керек. Содан кейін барып бұл іске асады. Ол бәрі содан өтті. Екінші жаңа жолы қысқа, бірақ тиімді. Ол жаңа айтып отырған жағу. Енді бұл жерде неге кейбір сарапшылар қарсы? Қарапшы болғандықтан оның ішінде бизнесмендер. Себебі олардың ана жерде бизнесі бар. Егер де ол қоқыстың бәрін әкеліп жағып жіберетін болса, олар бизнесінен айырылып қалуы мүмкін. Себебі ол жерде сұрыптамайды, жағады. Және олардың айтып жүргені экологияны бүлдіреді. Олай емес. Мен өзім көзіммен барып көрдім. Ол космический корабль анау. Іші деген көрсеңіз таптаза еш жоқ. Барып көрсін, Чанша қаласына бар. Ханчжоуға ұшып барады, Ханчжоудан Чаншаға ұшады. Чаншада сол қаланың сыртында 10.000 тонны қоқысты күніне жағып отыр. Ішінде 1.000 тоннасы ил. Түтін шықпайды, таптаза ес жоқ. Мен даже аккаунтыма кіріп, Фейсбукта көруіне болады. Мен видео түсірдім оны, шығардым. Сондықтан бұл қысқа жолы. Мен айдей сұрадым ғой. Неге сіздер сұрыптамайсыңдар? Ол затратны, оған уақыт кетеді, оған басқа қажет жоқ дейді. Апарып біз оны жағамыз, электр энергиясын аламыз. Бізде электр энергия дефицит қазір. Ресейден сатып алып отырмыз. Мысалы, үлкен 3 мегаполиске сондай станция салса, мысалы жаңа айтып отырған 1000 тонналық, 2000 тонналық қоқыстарды өңдейтін Алматыға, енді олар жобамен айтады, бір адам 1 килограммдай жаңағы қоқыс шығарады деп. Орташа есеппен. 1,5 болуы мүмкін, 2 килограмм болуы мүмкін. Кімде жаңағы Алматы қаласында қасында пригородпен примерно 2 миллиондай халық бар шығар. Вот примерно 1,5 деп алатын болса 3000 тонна жаңағы қоқыс жиналады. Сол мысалы сондай бір үлкен завод салса, электр энергиясын береді. Шымкентке салсын, халқы миллионнан асады. Астанаға салсын, миллионнан асады. Міне 3 мегаполиске салып, электр энергиясын алуға болады. Себебі оны сұрыпта жаңа айтып отырған дұрыс, дәкең. Ол қашы болып отыр ана жерде. Оны сұрыптағанмен бар болғаны көп болса бір 15%-ын аларсың ол жерде. Қалған 85% ол бәрі полигонға кетеді. Иә, бәрі кетіп жатыр. Ал оны өткенше неге жағып біз электр энергиясын алмаймыз? Міне сонда одан шыққан күлді құрылыс материалын шығар, кірпіш шығар, немесе жаңағыдай басқа да қажетті дүниелерді шығарып, оны пайдалануға болады. Бизнес алып кетсін. Мысалы жаңа айтып отырған, тіпті оларды көмір жағатын станцияларында күл, шлак жинайтын алаң жоқ. Біздерде мысалы үлкен залатвалдар бар. Қытайда даже көмір жағып жатқан станцияларының күлдерін олар пайдаланып отыр. Тіпті оларда ондай жаңағы қоқысты бір жерге апарып көмеді деген неден кеткен олар, жаңағы стратегиядан. Сондықтан бұл жерде жаңа ойлануымыз керек. Бізге тезірек не жасауымыз керек. Және қай бізге технология тиімді дейтін. Біліп отырсыз ба? Енді аудан, қалаларда оны қарастыру керек. Мүмкін ол жаққа сортировка жасау керек па? Мысалы, кейбір өңірлерде қоқыстың құрамында тамақ аз болады. Неге? Ол малға береді. Мысалы, Маңғыстауда тамақты көбінесе қоқысқа тастамайды. Оның бәрі малға береді. Себебі бізде көк жоқ. Ауылдық жерде итке беретін. Иә, көк жоқ қой. Көк жоқ бізде. Шөп аз, бұл жердегідей емес. Сондықтан көбінесе сол тамақтың қалдықтарын жеммен араластырып, мен бала кезім талай көрдім, жемге араластырып біз тамақ тастамайтынбыз қоқысқа. Қоқысқа кететін жаңа қағазың, пластигің, сүйегің, темірің деген сияқты ағашың. Қалған тамақтың бәрін жеммен араластырып малға береді. Біліп отырсыз, ол енді дұрыс жаңағы не деп ойлаймын. Ал енді мына біздегі сол шығып жатқан Астанда 45% тамақты соны алып биогаз жасауға, немесе айтып отырған жаңағы тыңайтқыш жасауға болар еді ғой. Оны жаңағы бөлек жинаса, жаңа айтып оны бөлек алып кетсе, ресторан көп бізде, кафе көп, содан шығатын мысалы қалдықтар ғой, үйден басқа. Міне сондықтан сол жаңағы бізге нақты анықтап алу керек. Қай технология бізге тиімді қазіргі таңда? Себебі 30 жылға дейін біз өзімізге
жаңа міндеттеме алдық қой 40%-ға дейін біз өңдейміз деп. Иә. бірақ оның жаңағындай ол өте қымбат тұрады. Қымбат тұрады. Оборудованиесі өте Қымбат тұрады. Бұл тариф мәселесіне байланысты. Электроэнергия қазір олар 57 ма 55 па пайызбен 55 теңге ма 57 теңге ма сонымен келіскен Алматыдағы салайынып жатқан. А бізде қазіргі орташа есеппен тарифтер 30 теңгенің жобасында 35 теңге деген сияқты. Бірақ енді пока ол салғанша ол тарифтер көтерілуі мүмкін. Бірақ енді жаңа айтып отырған, егер де біз сол қоршаған ортаның тазалығын, халықтың денсаулығын ойлайтын болсақ, бұл мәселені біз тез шешетін және бірден жаңа іске асыратын технологияларды қолдануымыз керек. Себебі одан шыққан әртүрлі жаңағы зиян заттар адам денсаулығына әсер етеді, ол біздің бюджетке әсер етеді. Себебі адам барады да жаңағы ауруханаға барады, поликлиникаға барады, оған қаржы бөлінеді. Сондықтан оның мына жаңағы жанамалық жүктемесі бар біздің бюджетке. Сонда сіздердің ойларыңызша жаңағы қоқысты өртейтін зауыт ашып жаңағы қосымша электроэнергия пайда табылған тиімдірек, иә? Ол бір жолы. А мынау мысалы келесі жылы жаңа салық кодексі бойынша мына жаңағы кәсіпорындарға қосымша құн салығы салыну мәселесі тағы да алаңдатып жатыр. Енді Еділ мырзаның айтуында тез арада шешім етудің жолын көрсетіп отыр. Енді біз сияқты кәсіпкерлердің ойлайтыны оның ішіндегі тиімді нәрселерін пайдалануға. Не үшін оны өртеуге? Оны өртедіңіз, ол тиынға айналып кетті. Мүмкін одан сіз көп нәрсе, мысалы айфонның өзінен сіз көріңіз, қанша алтын жинауға болады. Айфон, оның misal оны жинау орталықтарынан бәрінен барып алсаңыз, соны қорыту арқылы одан үлкен бизнес жасауға болады. Сол сияқты қанша құнды нәрселер бар, оның бәрін өртеп жүрсек, ол ертең өзде қиын нәрсе болады. Сондықтан мүмкіншілік болған жағдайда жаңағы халықтың мынау салауатын көтеріп, оған деген мәдениетін көтер алатындай жағдай болғанда, оны сұрыптаған ең жақсы түрі. Ал енді жаңағы екінші нәрсеге бару, ол өте үлкен қаржыны қажет етеді. Оны әрине кәсіпкерлер мүмкін емес қалтасынан шығару. Оны жаңағы инвесторлар келсе де мемлекеттік жақтан үлкен қолдау беру керек инвестор. Сонда ғана ол кіреді. Меніңше ол бір 10 жылда Қазақстанда болады дегенге өз басым. 280 миллион тұрады жаңағы Алматыға салайын отқан доллар жобасы. Енді әлемдік практика ғой. Швеция мысалы сондай заводтарды салып, өздеріне қоқыс таба алмай, қасындағы елдерден қоқысты импортталып отыр. Жапондар баяғыдан соны жағады. Оны күлін пайдаланады да өздерінің аралдарын кеңейтіп отыр. Қытай соған кетті. Себебі Қытай, Швеция, жапондықтар, Европада Италия соны қолданады, Польша соны қолданады, Германия соны қолданады. Оларда жаңағы ақылсыз емес қой. Оларда есептеп отыр. Қай жерде мүмкіндік бар, соны олар жасайды. Қай жерде сұрыптау керек, қай жерде алу керек, оны олар да жасап отыр. Сондықтан оның бірнеше жолы бар, жаңа айтып отырған. Газ алуға болады, қайттан пайдалануға болады, қайттан өңдеуге болады, энергоутилизация жасауға болады, сосын тыңайтқыш жасауға болады. Оның көптеген жобалары бар. Соның қайсысы қай өңірде тиімді, қай қалада тиімді, соны жасауымыз керек. Бірақ жаңағы атап отырған мемлекеттерде сол коммуналдық алымның өзі, төлемнің өзі біраз ақша, біраз нәрсе тұрады, қымбат тұрады. Ал біздің Қазақстандағы мынау тиын тұратын коммуналдықпен сіз барып соны істеу, ол өте қиын нәрсе. Сондықтан ол үшін халық қиналатын, және халық ол коммуналдық көтеру керек. Ал коммуналдық көтеру үшін халықтың табысы көтерілуі керек. Өзі ашығып әрең отырған халықты сіз коммуналды көтерсеңіз не болады? Ол да қиын нәрсе. Бұл бір-біріне қайшы дүние. Фракция деп жаңағы бөлінеді ғой, жаңағы қатты және дымқыл, мокрый фракция деп. Осы жерде қандай түсініктеме бере алар едіңіз осы? Жаңағы қоқысты өңдеуде, жаңағы сұрыптауда, мынау дымқыл мен құрғақ. Енді бұның бірден бір жолы жаңағы тәртіпке келтіру. Егер сұрыптау қызметін атқарамыз, осы қызметке салаға баса мән береміз дейді екенсіз, сіз алдымен семьядан шыққаннан бастап соны жинап алуға дейін соның системасы дұрысталып жасалынуы керек. Сонда ғана сіз сұрыптауға бара аласыз. Егер сұрыптауға бармай, жаңағы кашаға айландырған дүниені аламыз десеңіз, онда Еділ мырзаның айтып отырған өртеуге жіберу ол ең тиімді әдіс. Екі жол. Біреуі сұрыптау жолы, біреуі жаңағы өртеу жолы.
Енді жаңағыда көбінесе тариф неге ұрынады жаңағы энергоутилизацияда. Бұл тариф неге көтереді? Себебі ана инвестиция салған компания өзінің ақшасын кері қайтара алу керек. Олар енді шама келгенше сол 5-7 жылдың ішінде қайтарғысы келеді. Бірақ бұны мәселесін де шешуге болады. Мысалы бізде фонд развития промышленности деген қор бар. Өндірісті дамыту қоры. 3%-ға дейін, кейде 5%-ға дейін жаңағы жеңілдетілген несие береді. Немесе біздің ұлттық қорымызда айтпаған уақытта жаңа айтып отырған утилизационный сбордың ақшасы бар. Солармен софинансирование жасап, жаңағы тарифтердің де бағасын түсіруге болады. Немесе жаңа инвестор келісіп бірігіп, біз де ақша саламыз, біз де ақша құямыз, бірақ жаңа айтып отырған тарифті төмендетіп, оның ақшасын шығарып жіберіп, ары қарай көп жылдық жаңағы несиені беріп, мысалы 7 жыл емес, мысалы 10 жыл, 15 жылға беріп, жаңа ақшаны қайтарып беруге болады. Алдына ақшасын қайтарып алғаннан кейін ол тарифті түсіруге болады ғой. Мысалы ол тек қана біз 5-10 жылға арналған завод емес қой. Ол завод деген бірнеше ондаған жылға жұмыс жасайтын заводтар. Сондықтан оның жаңа финансовый модельдерінде қарауға болады, тарифті үлкен қылып көтермес үшін де. Ол бір жағы. Айтып отырмын ғой. Сондықтан бұны әр өңірдің өзінің спецификасына қарап, морфологиясына қарап, қандай технологияны пайдалану керек дейді мәселені солай шешу керек. Қазақстанның өзі бір мемлекет болғанмен климаттық жағдайы, адамдардың тамақ және тұрмыс қалдықтарды шығару морфологиясы әртүрлі. Жаңа айтып отырмын ғой. Мысалы Маңғыстауда тамақ аз морфологиясында, Астанада ол практически 50%-ын құрап отыр. Қарап отырсыз ба? Сондықтан ол әр жерге дифференцированный подход керек та. Енді сіз жаңа айтып отырсыз ФРП деп. ФРП-ның 3%-дық жаңағы мемлекеттік қолдауы бар деп. Сол 3%-ға мен 1 жыл жүгірдім. Көрдіңіз бе? Бұл жерде қабат-қабат бюрократия өте көп. Мысалы, оны сіз бірінші этабынан өткеннен кейін екінші этапқа барасыз. Екінші этаптан өткеннен кейін үшінші этап дейді. Осын кейін қаланың әкімі қол қою керек. Сосын кейін министр қою керек. Мен 1 жыл жүгірдім де, оданша дамудың 10%-тік несін алғаным әлдеқайда маған жеңіл тиеді. Сондықтан бұл жерде қандай болса да жаңағы бюрократиялықты жоюымыз керек. Сонда ғана кәсіпкерлер алдыға қарай кіре алады, алдыға қарай жүреді. Немесе цифрландыру. Иә, цифрландыруды айтып жатыр ғой, енді әрине енді IT немен келіп бұның бәрін сіз алғашқы кедергіні көбейткенше, соңғы қаржы барғаннан кейін сол кәсіпкерді бақылауды көбейткеніңіз мүмкін дұрыс болатын шығар. Әлі қозғалмаған адамды сіз қинап, көрдіңіз бе, оған қаржыны беру үшін оны қанша тексерістен өткізгенше, сіз алдымен қаржыны беріңіз де, одан кейін контролға алыңыз. Бұл алдыған тексеру әрине болады, бірақ ол тексеруді тым көбейтудің, меніңше ондай қиындастырудың қажеті жоқ. Оданша пайызын көтеріңіз. Ақшаны табатын да ақша ғой. Жаңағы талай айтып жүрмін мен, сол тағы да айтайын. Біздегі үлкен проблема жаңағы нормативтік заңдар мен солардың жетілмеуі. Екінші, бізде компетенцияның әлі төмендігі, себебі бізде ондай технологиялар болған жоқ. Үшінші мәселе жемқорлық. Бюрократия мен жемқорлық. Негізгі мәселе осы. Егер сол жемқорлықпен бюрократияны көп затын алып тастайтын болса, бізде қаржы да бар, жұмыс жасайтын жігіттер де бар, әлемде жетілген технология да бар. Оны велосипед іздеп тауып қажет жоқ, дайын тұр бәрі да, ойлап тауып қажет жоқ. Алып келді, соны осы жерге пайдалан енгіз. Бәрі сөйтіп жұмыс жасап отыр. Сондықтан жаңа айтып отырған мына барьерлер көп, шлагбаумдар көп бізде. Адами факторлар көп. Солардың бәрін алып тастайтын болса, жаңа айтып отырған жұмыс жасағысы келіп, алып келгісі келіп жүрген жігіттер көп. Даже өзінің ақшасын салғысы келіп жүрген азаматтар бар. Үлкен проблема. Жаңа айтып отырған бюрократия, мемлекеттік органдардың неше түрлі ережелер жасап тастаған, өздері соған сүрінеді. Мысалы, Самұрық-қазына деген үлкен бізде жаңа не бар, қор. Олмен жұмыс жасап тіпті қиын. Ережесіне өздері ішіндегі адамдар айтады, мына ережемен жұмыс жасау мүмкін емес деп. Ал қарап отырса. Сондықтан бұлардың бәрі жаңа айтып отырған жеңілдету керек. Өте жеңіл болу керек қой, келген адам өзінің технологиясын қаржысын алып жұмысын жасау керек. Егер талапты орындамай жатыр ма, Дәкең айтқандай, онда дұрыстап тұрып оған айыппұл салсын. Нені жаңағы өзінің алған міндеттемесін орындамаған үшін. Бірақ оған орындауға мүмкіндік берейік бірінші кезекте. Бақылауды сосын бақылау мен қадағалауды күшейтейік, жауапкершілікті күшейтейік. Вот сол кезде ол төлесін, мысалы шетелде солай ғой. Сен
орындамадың ба міндетің саған деген біздің штраф ештеңе емес. Онда мысалы итін көшеге шығарып жіберсе $10,000 штраф евро төлейді. Итін көшеге шығарып жіберсе қараусыз. Сондықтан мәселе сол, ашу керек, адамдар кірсін, ары қарай сосын ұқсатып тұрып бақылауға алу. Енді бұл жерде жаңа көп әңгімеде айтып жатырсыздар. Шынымен де мемлекеттің қолдайын десе, мемлекеттің жаңа қарқауы жеткіліксіз, иә. Қаражат мәселесі бізде. Сол үшін жаңағы сіз айтып жатсыз, Қытайдан дайын инвестиция тартуға, бірақ сол жаңағы инвестицияны тартуын тарттық, мәселені шештік. Мысалға делік жаңағы бюрократияны жойып цифрландырдық. Кейін мысалы жаңа инвестиция тартқаннан кейін оның кейінгі зардабын біз шегуіміз мүмкін ба, шекпеуіміз мүмкін ба деген. Жоқ, бұл жерде егерде біз жаңағыдай баррельдердің бәрін алып тастайтын болсақ, өзімізде ақша жетеді. Қаржы бар бізде. Ұрламасын ол қаржыны. Уақытында берсін, уақытында қайтарып береді, ол айналымға түседі. Бізде ақшасы бар кәсіпкерлерде бар ғой. Бірақ олар тәуекелге барғысы келмейді. Себебі ертең оның бизнес тартып алуы мүмкін. Немесе жаңағындай әртүрлі препондар жасап, ол сол ақшасын деген 10 жыл жүреді игере алмай. Шетелдің инвестициясынан басқа өзіміздің бірінші ішкі инвесторлар тарту керек. Сосын жеңіл инвестиция беретін институттар бар ғой. Олардан да алуға болады. Ол европалық болсын, қытайдық болсын, ол әңгіме емес. Шетелден келетін жеңіл қаржылар да бар. ЕБРР деген бар, Азиатский банк реконструкции развития, Европейский банк реконструкции развития, Исламский банк. Көп қой ондай қаржы институттар деген. Олардан алып келуге болады. Мәселе сол мына технологияларды ендіруге жеңілдік жасау керек та. Бастапқы кезінде кәсіпкерлерге егер қолдауды жақсы көрсеткенде, мүмкін бұл салаға кіретіндер де көп болатын шығар. Өзі айтып отырмын ғой, бірнеше бағыты бар, жаңа тұрмыстық қалдықтармен басқару, жұмыс жасау жөнінде. Қайсысын сен таңдайсың, қайсы сол жерге тиімді, соны алда жаса. Алматыға мысалы жаңа энергоутилизация тиімді ма, Алматыға соны жаса. Егер де Таразға жаңа сұрыптау тиімді ма, Таразға сұрыптау жаса деген сияқты ол мәселе. Ақтөбеге мысалы жаңа биогаз шығару тиімді ма, ол жерге апарып биогаз шығарсын. Бір жерде тыңайтқыш жасау тиімді шығар, себебі оларда көп. Мысалы жаңа тамақтың қалдығы көп деген сияқты Астанада. Онда тыңайтқышты жаса сен. Мен сондай жаңағы адамда бір таңдау болу керек та, технологиялық таңдау және инвестициялық таңдау болу керек. Бірақ ол үшін мемлекет жаңаға іске асыратын жобалардың бәріне жаңағыдай барьерлерді қоймау керек. Міне ақшаң міне технология әкелді, сал. Саған біз инфрақұрылымды береміз, саған жерді береміз, саған біз қажетті қоқысты әкеліп береміз. Ары қарай жұмысын жаса. Қандай субсидия керек, мен саған берейін. Бірақ менің бақылауым қатаң болады. Мен кез келген мезетте саған видеокамера қойып қоям. Так, сен қалай жұмыс жасайтынын бақылаймын. Сенің салығыңды қараймын мен. Сен ана жалақыны төлеп жатсың ба, төлеп соны қараймын дейтін. Мысалы, мемлекеттің өзінің бір бақылайтын бір нелері бар ғой, жаңағы салық жағы бар, экология жағы бар, сэс жағы бар. Солардың бәрі бақыласын. Қауіпсіздік несі бар, жаңағы өндірістік қауіпсіздік, ЧС дейді ғой, төтенше жағдай. Жан-жақтан бақыласын. Егер де талапқа сай ма, онда әңгіме жоқ. Талапқа сай емес пе, онда айыппұлын салсын. Бірақ ашып беру керек. Мәселе қаржы қазір жасыл дамуда да, қаржы ФРП-де де қаржы тұр, қаржы бар. Сол қаржының бәрі бар. Бірақ сол қаржыларды алу өте қиын ғой. Алу өте қиын. Олар инемен құдық қазды дейді ғой, қазақ тура сондай инемен құдық қазғандай. Ал енді ол қаржылар кәсіпкерлерге егер жаңағы айтқандай уағында беріліп, уағында бақыланып отыратын болса, мына саланың бәрі өзінен өзі жүріп кетеді деп ойлаймын меніңше. Жаңа лас сулар тазалап, соның лайын қоқыспен бірге жағып жатыр дейміз ғой. Сол станцияларға да бардым. Қытайдың бір компаниясы 15.000 куб, 20.000 кубтық, тіпті 50.000 кубқа дейін не шығарады? Жаңағы станциялар су тазалайтын. Лас қаладан шығатын лас сулар тазалайтын. 2 айда салып тұр ғой. EPC контракт. 2 айда салып тастайды. Біздердікіден жылдап жүреді. Сосын оның проектісі қымбаттайды. Бюджетке тағы нагрузка миллиардтаған. 5-тен 10 есеге дейін қымбатқа шығады екен. Тап сондай станциялар салатын болса бізде. Біліп отырсыз ба? Қара, сонда әлемде технология бар. Оны жасайтын компаниялар бар. Оның уақыты мерзімі белгілі. Біздікі баяғы ескі технология советтің. Аналардікі жаңа технология. Және оны қаланың сыртына салмай, қаланың ішіне салып тастаған ғой. Модульный. Біз ұқсап қаланың сыртына апарып, сасыған иіс қосып апарып салмайды. Қаланың ішінде тұр. Водный ландшафт жасап тастаған, суын
тіпті жаңа теңізге өзенге лақтырып отыр, болмаса машина жуады, көгалдандыруға пайдаланады. Міне екінші рет суды пайдалану дейтін мәселе сол жерде де шешілген. Мына қоқысты да солай жасауға болады, ол проблема емес. Ол жаңа тағы да айтамын, ол технологиялар бар, әлемде технология неше түрі бар. Алда тек іске асыр. Қай жерге қандай технология тиімді екен қарап. Бірақ бізде де жаңа қазір мынау инвестиция тарту деп аннан-мыннан кәсіпкерлерді шақырып жатыр ғой енді. Соларды мысалы Қытайдан келіп жатыр. Ертеңгі күні сол біздің экологиямызға қандай зардап әкеледі. Мысалы Қытайдың өзі Дэн Шаопиннің заманында ең алғашқы кезде 70-ші жылдардың соңында есікті бірақ ашты да бүкілін дамуға берді. Бүкілін экономиканы дамытуға берді, экологияны құртты. Кейін қанша ақшамен экологияны мысалы қайтадан соның зардабын шекті. Ал біз ондай зардапқа бармауымыз керек. Әрқандай келген шетелден келген кәсіпкерлерді осы экологикалық жағынан біз қатаң бақылауға алуымыз керек. Өзіміздің таза ортамызды, мысалы бізде әзір Алакөлді білмеймін, есікті әзір ашып тастадық қой. Алакөлге қанша турист келуі мүмкін. Бізде бақылау болу керек. Ертең Алакөліміз қоқыс алаңы болып кетуі де мүмкін. Ол жерге демалған емес, сол жерге кіре алмай жүретін де болуы мүмкін. Сол сияқты экологикалық салаларға бізде бұл жағынан қатаң бақылау болу керек деп ойлаймын. Талап бізде қатаң, өте қатаң. Себебі экологиялық кодексті қабылдағаннан кейін 21-ші жылы. Қазір жаңа ең жетілген технологиялар пайдалану дейтін принцип бар. Сол бойынша ережелер жасақталған. Қандай өндіріс болмасын, Евростандарттың жаңа директивалар бар. Соған сәйкес біздің жаңа заңдарымыз қабылданды. Қытайдың да өзінде сондай өте қатаң талаптар. Кеше барған кезде жаңа лас суларды тазалайтын станциялардағы талап Евростандарттан да жоғары талаптар. Сондықтан ол қазір келген кезде қандай да бір технология кіретін болса, ол экологиялық экспертизадан қорытындыдан өтеді. Талаптарға сәйкес болмаса, оған рұқсат бермейді мемлекет. Жақсы. Ал бүгінгі подкастымызды аяқтай отырып, құрметті Еділ Терекбайұлы, Думан мырза, мынау еліміз үшін өзекті мәселеге ойларыңызды бөлісіп, ұсыныстарыңызды айтып, пікірлеріңізді білдіріп, бөлісіп ортамызға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыз.